Сәлеметсіздер ме? Менің тұрақты көрермендерім. Міне жұмыстан келдік. Қазір кешкі астың қасына бір биттей салат әзірлеп жіберуді жөн көрдім. Ол үшін мен міне кішкене тауық етін пісіріп қойдым. Мына бір қызылша, сәбіз, картошка, жұмыртқа. Біз енді сарымсақты жақсы көреміз деп сіздерге бірінші видеода сразу айттық па? Міне тауық етін әдемілеп турап алайын. Биттей ғана тауық еті осының өзіне пісіріп, жалпы сарымсақты жақсы көретін отбасымыз. Кез келген салатқа сарымсақ қоса аламыз деп па? Сіздер қоспай қойсаңыздар өздеріңіз білесіздер, бірақ бізде сарымсақ қосқанды жақсы көреміз. Басқа ұлт өкілдері сарымсақты домалақтай жеп жатады ғой, енді оның қасында біз турап культурно жеп жатырмыз деп па? Көктемде ұзын сарының кезі, жіңішкенің жұқарып, неме деп айтушы еді? Жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін кезі дей ма? Кез келген дәрумені бар тамақтар ұзын сары келеді деп бұрынғының кезінде ұзын сарының уақытына кәдімгідей шешелеріміз бір мүшелерін дайындап, солай дайындаған екен ғой. Күннің ұзақ кезінде, ұзын сары келген кезде әлгі дайындап қойған мүшелерін пісіріп, отағасын жұмыстан келгенін тосып, сондай жасаған. Не деген бәрін білген адамдар деймін. Сөйтсе ұзын сары деп, ұзын бойы ұзын сары кісі келеді екен деп ойлаған ғой балалар. Сөйтсе ол неме екен тоғжан, ұзын сары деген? Қандай уақытты ұзын сары деп айтады тоғжан? Күннің немене? Сарыуын. Қаттырақ айтшы, дұрыс айтасың. Күннің ұзаруын. Ұзын сары дейді. Күннің ұзаруы, жіңішкенің жұқарып, жұқаның үзілетін кезі дей ма? Мен енді синоним сөздермен сөйлей берем. Қазаққа беттім ғой. Сондықтан өздеріңіз ұғып алыңыздар деп па? Ұзын сарыға түсіп тұрғанда майонез жағуды ұмытып кетіппін ғой. Тоқабай, айтып отырмайсың ба? Кішкене майонез қосып қойып, әдемі дәмді болады. Дәруменге толы салатымыз дайын болып қалды. Қазір ыстық тамақтың қасына қоямыз. Көптің бәрін быт-шыт қылып жерін қойсайшы. Эльмира, розовый майонез қайда? Өтпеді ме қалжыңы тоғы?
Розовый майонез қайдан аласың дейді. Не? Розовый майонез чоколадан аламыз. Не, әп сәтте мен дәмді, дәруменге толы салатигімді жасай қойдым. Мынау менің свекладарым, міне. Менікі бір сезоннан екінші сезонға жетеді ғой. Тұздаған огурцыйым, салған свеклам. Деп арасында өзінің огороды мақтап қояды дей ма? Жарайды неме? Жақсы нәрсені айту керек. Енді розовый майонездің үстіне жұмыртқа жағамыз. Менің көрермендерім, міне әп-сәтте мен дәруменге толы отбасыма осындай салат жасадым. Менің каналымды қолдаңыздар, пайдалы кеңес каналын қолдаңыздар. Бір ғана қоңыраушаны басу арқылы маған үлкен көңіл күй сыйлайсыздар. Арғазағым жалғызым, қазақ келіншектері бір-бірімізді қолдайық. Кім маған лайк басты, кім маған подписация басты. Алланың нұры жаусын деймін сіздерге. Отбасыларыңыз аман болсын, қазақ елі аман болсын. Барлық халқымыз, еліміз тыныш, шаңырағымыз шайқалмай, бай қуатты болайық, рухани бай болайық. Осы рецептімен бір ғана морковь, бір ғана картошка, қолбасындай ғана, биттей ғана тауық етін пысыра қойып, жұмыстан келгеннен кейін, міне осындай дәмді бір салатты жасадым. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Ардақ Әлбековна. Сау, саламатта болыңыздар.